ММА өте жас спорт, кез келген нәрсе болуы мүмкін. Бұл жерде каждый бой басқасына ұқсамай, бір ғана жұдырықтан әлде аяқтың тізенін, Тони Фергюсоннан сұрасаңдар басын удармен бітуі мүмкін. Кейде боецтер рингтің ортасына тұрып алып, аквасы мен әквасы сияқты қырылысады. Бірақ в семье не без урода дегендей, 100 или 200-дің ішінде бір нашар бой бар. Бірақ бүгінгі топта мен сендерге ММА-дың түбін тескен бойларды көрсетемін. Бұл жекпе-жектерде қатысқан спортты шығып шыққан спортсмендер менің магазинімнің жанындағы екі алқаштың чекушкаға төбелескеніне ұқсайды. Бірінші кезекте бізде Кимбо, көшенің баласы, апасының қара баласы Слайс және Дада 5000 теңге тұрмайтын кардио. Әр уақыт ұрған удармен мен Кимбоның дәп-дәләсін шығарамын, сенбесеңдер келіңдер көріңдер. Кимбо мен Дада екеуі де көше төбелестерінен келген. И фанаттар технически төбелесті күткен жоқ. Олар көше манерасына сай қырылысты күтті, бірақ олар точно мынаны күтпеді. Дада және Кимбоның екеуінде кардиосы бірінші раундтың жартысына жетпей, дыхалкалар өшіп, как будто судың астында или түсінде төбелескен сияқты болып көрінді. Both fighters needed to be helped off the stool to start round 3. Өкінішке орай жекпе-жек тағы 2 раундқа созылды. Бойдың бітуіне 1,5 минут қалғанда Кимбо 1-2-3 қолға шейін күштеп Даданың адресіне удар жібере бастады. Дада әлемдегі ең бірінші боец шаршаудан өле жаздады. Кимбо нокаутпен бойды жеңді, ал Дада 5000-ді жедел жәрдем носилкалармен рингтан көтеріп алып кетті да, ол больницада 2 апта жатып шықты. Почкасы және жүрегі отказ бере жаздады. Бойларға одан кейін қатысқан жоқ. Aggression, throwing every punch with conviction back behind blunt force trauma. Келесі, Алиев Махмуд и Киоши Табуран төбелесі. Не только ең нашар бой болды, және түсініксіз бой деген атақ алды. Алиев Махмуд төбелестердің бірінші секундтарынан бастап секіре бастады. Махмуд жекпе-жектің барысында өз жұмыртқаларымен Киошидің тізесін сындырмақшы болды, бірақ Махмудтың жұмыртқалары ондайға шыдай алмады. 5 минут дем алып, Махмуд төбелесем, төбелеспейм деп командасымен сөйлесіп, берілген ақшаны ақтайық деп төбелесті жалғастырды. Жекпе-жек жалғаса, арығыдай көріп тұрсыздар не болғанын. Махмуд қайтадан Марио сияқты секіре бастады. Сол секірістерінің арасында бір рет даже нормальный удар жіберді. И сонымен Махмудтың кардиосы өшті. Арғарай бәріміз білеміз, кардиосы өшкен боец рингтің бұрыштарын істейді. Сойға тығылып, Махмуд бойды тоқтатыңдар деп сұрады. Бұл Али Махмудтың өміріндегі алғашқы және соңғы жекпе-жегі болып шықты. Why isn't his corner throwing in the towel then, if that's what he wants to do? We're halfway through round 1, and there finally the corner throws in the towel. Келесі кезекте бізде джиу-джитсуның чемпионкасы Габи Гарсия мен Леди Тапа. Appreciate the size of both Gabby Garcia and Lady Tapa. Look at them next to John McCarthy, Who is a giant in his own right. Гарсия жекпе-жектің алдын өзін грэплингтің королевасымын және бразилияның секс-символымын, UFC-ның чемпиондармен 2 жыл тренировка жасадым деп өзін реклама жасады. Да, бой басталғанда оның бәрі есінен шығып кетті. Екі әйел рингта қолдарын арда беріде лақтыра бастады. Бірақ Леди Тапа сәл точнылау ұрды да гигантты құлатты. Бірақ Гарсия берілмеді. Тұрып алып случайно Тапаның бетіне өз ударын жеткізді да құлатты. Жерде Гарсия өзінің джиу-джитсуын қолдануына маймыл сияқты Тапаның бетін полға мыжып тастамақшы болды. Бұл бойды көрсен точно іш пыспайды. Бірақ осындай дәу аренада мыңдаған адамның көзінше бүйтіп төбелескенше төбелеспей-ақ қойған артық деп ойлаймын.